Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ең оңай, яғни 2 ағзаттан ғана тұратын десерттің дайындауды жолын көрсетемін. Ең алдымен бізге печенье қажет. Менде осындай 2 түрлі печенье, сізде қалаған печеньеңізді алсаңыз болады. Оны қолмен немесе блендер арқылы езіп аламыз. Мен осылай қолмен ездім. Ең бастысы сізде ірілі және майда ұсақты болуы қажет. Печеньеге варенканы қосамыз, сосын жақсылап араластырамыз. Бізде 1 келкі масса шығуы қажет. Немесе мен сияқты осылай қолмен езіп біріктірсеңіздер де болады. Сосын десертті дастарханға әдемі қылып қою үшін оған форма беруді шештім, яғни осындай домалақ форманы қолданып, ішіне осы массамызды саламыз да нығыздаймыз. Сіздер кез келген форманы қолдансаңыздар болады, мысалға рюмка немесе стакан қолдансаңыздар да болады. Барлығы да өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Сосын бетін әсемдеу үшін мен шоколадты қолдандым. Осы шоколадты кондитерский мешокқа салып, ыстық суға кішкене салып алып, ертіп аламыз. Кейіннен басын кішкене қырқып, осылай зигзаг жасау арқылы әсемдейміз. Бұлай жасауыңыз міндетті емес, барлығы да өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен тағы оның үстіне кокосовая стружка септім, осылайша десертіміз одан да әдемірек болып шықты. Кейіннен тоңазытқышқа шоколадты қатқанша қойып қоямыз. Осылайша біздің десертіміз дайын, 2 ағзаттан ғана тұрады, кез келген үйде табылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Егер видео ұнаған болса, лайк қойып, тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.